күшті лайфхак айтайын сіздерге. Одан кейін мынау тапсырыс берушіге барасыз. Көңіл күйіңіз жақсы болу керек. Яғни ашық болуыңыз керек. Тапсырыс беруге барғанда осылай қабақты түйіп ап, бір жана жақтырмай тұрса, ол жаңағы тапсырыс беріп жатқан тұтынушының өзі сізге жаңағы бір ыңғайсыз болып қалуы мүмкін. Яғни ойындағын ашық айта алмай қалуы мүмкін. Енді әртүрлі адам болады ғой. Үлкен кісілер мысалға көңіліне қарап тұратын кісілер болады кейбіреулер. Сіз өзіңіз тырысып бүрсіп сөйтіп тұрсаңыз, ол кезде жұмыс жүрмейді. Оның үшін міндетті түрде жаңа айтқанымдай бірінші кезекте әдемі киініңіз. Әдемі киініп, міндетті түрде күліп жүріңіз. Күліп, кіріп, әдемі нәрсе көрсеңіз, қандай әдемі деп айтуға ұялмаңыз. Өйткені комплимент айтқан барлық адамға ұнайды. Яғни комплимент бір нәрсесін алған дүниесі шынымен де әдемі болып жатса, шынайы өзіңіздің ойыңыздағын айтыңыз. Осылай әдемі екен. Ол жаман болып жатса, немесе өзіңізге ұнамай тұрса, оны мынандай істеу керек еді деп ақыл айтудың қажеті жоқ. Өйткені ол кісі алатын нәрсесін алып қойды, жасайтын жөндеу жұмыстарын жасап қойды. Ендеше тағы бір лайфхак бұл көңіл күйді көтеріңкі болып жүруі. Бүгінгі күн осымен аяқталып жатыр. Әлі де баратын жұмыстарымыз бар. Оны да қазір біраздан кейін көрсететін боламын.